Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің білімге бағыттарнама қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын міндетті түрде арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. 13-ші сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу, мәтінді оқы. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдардан да аз. Кесте мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Шарын өзені туралы айтылған. Ол қайда орналасқан? Алматы облысында орналасқан. Қарамен жазылған сөздердің ішінен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі барларын тауып, кестеге орналастыр. Олар қазіргіде, қазіргі, бұрынғы деген сөздер екен. Келесі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, көшіріп жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. 3. Қазақстан туралы кітаптар мен энциклопедиялардың көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Қазақстан халқының саны қанша? 18 миллион. Қазақстанда неше облыс бар? 17. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? 9-шы орын алады. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? 150-ден астам ұлт өкілі тұрады екен. Өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле. Әр сұраққа жауап жаз. Саяхатқа қай жерге барасың? Көлсайға. Неліктен сол жерді таңдадың? Табиғаты тамаша. Ол жерге қай кезде барған қолайлы? Жаз мезгілінде. Саяхат несімен есте қалады? Керемет көлі, әсем тауымен есте қалады. Келесі. Сыныпта ана тілімізді құрметтеуді насихаттайтын апталық өткізу керек. Оны қалай жоспарлауға болады? Сен қандай шаралар ұйымдастырар едің? Поэзия кешін ұйымдастыруға болады. Ән байқауын, ән кешін өткізу, интеллектуалды жарыс өткізу, ана тілім тұғырым тақырыбында шығарма эссе байқауы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте тақырыбында полиглоттармен кездесу ұйымдастыруға болады. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.